Үй және жабайы жануарлар. Сәлем балақай, бүгін сендермен үй және жабайы жануарлармен танысатын боламыз. Ендеше үй жануарларымен танысайық. Менің артымнан қайтала. Жылқы, сиыр, қой, ешкі, ит, мысық. Бәрекелді балақай, жарайсың, өте тамаша қайталадың. Енді жабайы жануарлармен таныс болайық. Менің артымнан қайтала. Қасқыр, аю, түлкі, қоян, тиын. Тамаша, жарайсың балақай, өте керемет қайталадың. Ал енді бір ойын ойнайық. Ойынның аты анасын іздеп тап деп аталады. Бір күні жануарлар өз төлдерімен аулада жайылып, серуендеп жүргенде бір үлкен дауыл соғып, біздің төлдер өз аналарынан адасып таба алмай қалды. Ендеше балақай барлық жануарды өз төлдерімен мұқият дұрыс айту арқылы біз оларға өз анасын табуға көмектесейік. Олай болса балақай, лақтың анасын табайық. Дұрыс айтасың, лақтың анасы ешкі, ал марғаудың анасы? Иә, марғаудың анасы мысық. Қозының анасын кәне бірге табайық. Дұрыс, қозының анасы қой екен, ал бұзаудың анасы қайда? Дұрыс айтасың, бұзаудың анасы сиыр, ал біздің сүйкімді күшіктің анасы қайда екен? Иә, күшіктің анасы ит, ал құлыншақтың анасы кім? Дұрыс таптың, құлыншақтың анасы жылқы екен. Кәне тағы бір қайталайық. Жылқы, жылқының төлі құлын. Қайталаймыз. Жылқы, құлын. Жарайсың. Сиыр, сиырдың төлі бұзау. Кәне қайталаймыз. Сиыр, бұзау. Тамаша. Қой, қойдың төлі қозы. Қане бірге айтайық. Қой, қозы. Жарайсың балақай. Ешкі, ешкінің төлі лақ. Қайталаймыз. Ешкі, лақ. Бәрекелді. Ит, иттің баласы күшік. Ит, күшік. Жарайсың. Мысық, мысықтың баласы сүйкімді марғау. Қайталаймыз. Мысық, марғау. Бәрекелді балақай, біз барлық жануардың өз төлдерімен бірге атап, аналарын табуға көмектестік. Рахмет саған балақай. Қандай керемет ойын болды. Сендерге ойын ойнаған ұнады ма? Рахмет. Ендеше тағы бір ойын ойнайық. Келесі ойынның аты жануарларды тамақтандыр деп аталады. Бізде сәбіз,
бал, шөп, сүйек және жаңғақ бар. Ал балақай, енді бұл тамақтарды не істейміз? Әрине жануарларға береміз. Аю, тиын, қоян, ит және жылқы. Бұл тамақтар осы жануарлардың ең сүйікті тағамдары. Бірақ кімге қайсын беретімізді білмейміз. Мысалы, сәбіз. Сәбізді қай жануарға берейік? Қане балақай, сендерге ойлануға уақыт бар. Дұрыс айтасың, әрине сәбізді біздің қоян жақсы көреді. Сәбізді қоянға береміз. Жарайсың балақай. Ал тәтті балды қай жануарға береміз? Қане балақай, ойланайық. Дұрыс айтасың, тәтті балды аюға береді екенбіз. Тамаша. Ал мынау бізде шөп. Шөпті қай жануарға береміз деп ойлайсың балақай? Кәне, ойланайық. Әрине, шөпті біз жылқыға береді екенбіз. Тамаша. Ал енді сүйек. Сүйекті кімге береміз? Балақай, сүйекті қай жануар жақсы көреді? Ойланайық. Иә, сүйекті біздің итімізге береміз. Жарайсың балақай, өте дұрыс таптың. Ал енді бізде жаңғақ қалды. Ал жаңғақты біз кімге береміз? Қане табайық, ойлануға уақыт бар. Өте дұрыс айтасың, жаңғақты біздің тиындар жақсы көреді екен. Жарайсың балақай, сен барлық жануардың өзінің сүйікті тамақтарын табуға көмектестің. Сенімен ойын ойнаған маған өте қатты ұнады. Балақай, мен сенен тағы бір көмек сұрағым келіп тұр. Қарашы, біздің үй жануарлары мен жабайы жануарлар араласып кетті. Енді мен оларды ажырата алмай тұрмын. Сен маған көмектесесің бе? Олай болса, жылқы үй жануары ма, жабайы жануар ма? Иә, жылқы үй жануары екен. Ал түлкі үй жануары ма, жабайы жануар ма? Дұрыс айтасың, түлкі жабайы жануарға жатады екен. Ал келесі қой ше. Үй жануар ма, әлде жабайы жануар ма? Дұрыс, қой үй жануарына жатады. Ал біздің қоян үй жануар ма, әлде жабайы жануар ма? Иә, қоян жабайы жануарға жатады. Ал сиыр үй жануары ма, әлде жабайы жануар ма? Дұрыс айтасың, сиыр үй жануары. Ал біздің кішкентай тиын ше. Дұрыс айтасың, тиын жабайы жануарға жатады екен. Ал біздің қорбандаған аюымыз үй жануар ма, жабайы жануар ма? Тамаша, аю да жабайы жануар екен. Ал ит үй жануары деп ойлайсың ба, жабайы жануар ма? Иә, ит үй жануары. Ал қасқыр ше? Үй жануар ма, жабайы жануар ма? Тамаша, қасқыр жабайы жануар екен. Ал ешкі үй жануар ма, әлде жабайы жануар ма? Дұрыс айтасың, ешкі үй жануары. Ал біздің мысық ше? Үй жануар ма, жабайы жануар ма?
Дұрыс айтасың, мысық та үй жануары. Бәрекелді балақай, сен үй жануарларын да, жабайы жануарларды да дұрыс таптың. Жарайсың балақай. Қандай керемет! Мен сенімен бірге уақыт өткізгеніме өте қатты қуаныштымын. Келесі кездескенше сау бол балақай.